Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтар ұлы дала мұрагері. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Хандық, әскери құрылым, жаулап алған, ат әбзелдері, ер-тоқым, шығармашылық пен ойлау, руналық, жәдігер, би-шешендер ақылшысы, шешім, басқару, мұрагер. Бірінші тапсырма. Егер мен ойыны Мөде қағанның жердің жақсы жаманы болмайды, жер мемлекеттің негізі, ол ешкімге берілмейді деген пікіріне қалай қарайсың? Мөде қаған ретінде пікіріңді айт. Үлгі. Егер мен мөде қаған болсам, былай дер едім: жер мемлекеттің меншігі, ол ешкімге берілмейді. Себебі бағалау парағы. Егер де мен деп өз пікірін жаза алады. 2 ұпай. Жер мәселесі туралы дәйек сөздерді пайдаланады. 1 ұпай. Ойын қорытындылай алады. 1 ұпай. Сауатты сөйлейді. 1 ұпай. Екінші тапсырма. Аудио мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. 3-4 сабақтар. 2 тапсырма. Байырғы түркі қағанаты Еуразия құрлығы мекен еткен тайпалар негізінде құрылды. Түркі қағанаты Еуразия даласындағы тұңғыш империя. Ондай алып империяны кейін моңғолдар, кейін 18-19 ғасырларда Ресей ғана орнатты. Түркі қағанаты қазақ хандығының құрылуына негіз болды. Түркілер ерекше әскери құрылым мен әскери өнердің керемет үлгілерін жасады. Соның арқасында байтақ даланы жауға бермей қорғады. Мөде қаған жердің жақсы жаманы болмайды, жер мемлекеттің негізі, ол ешкімге берілмейді деген еді. Ол жер сұраған Қытай патшалығына қарсы соғысқан. Еуразия даласындағы тұңғыш империяны кімдер қалай құрды? Екінші сұрақ. Түркі қағанатынан кейін кімдер империя құрды? Үшінші сұрақ. Қазақ мемлекетінің құрылуына не негіз болды? Бағалау парағы. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап береді. Жауаптары нақты болады. 3 ұпай. Үшінші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Көне түркілердің рухани мәдениеті мен материалдық мәдениетін білдіретін сөздерді бөліп 2 бағанға жаз. Жүген, руна, руналық жазу, сауыт сайман, 5000 күй, ат әбзелдері, ер-тоқым, музыкалық аспап, салт ат, жүк артатын арба, ауыз әдебиеті, теріден, ағаштан жасалған ыдыс-аяқ, бесік, тұрмыстық заттар. Бағалау парағы. Рухани мәдениет пен материалдық мәдениетті ажырата алады. 1 ұпай. Бағанға бөліп сауатты жазады. 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.